73 жастағы ата жаяу текес сарқырамасына барғанын көріп мотивация алдым. Далада 4 күн түнепті. Көлікпен қыдырғаннан жаяу қыдырған әлде қайда қызықты дейді. Өмір бойы Алматыда тұрған, мамандығы этнограф екен. Ата Алматы Нарынқол трассасынан түсіп қалып, Сарқырамаға дейін 28 километр жүріпті. Ал біз демалыс орнымыздан Сарқырамаға дейін 9 километр деп үйден шығып кеттік. Жаяу қыдыру шынымен ерекше. Әрдайым қозғалыста болған, жүріп жүрген адам бұндайда көрініп ақтырады. Бақытгүл тәте 60-қа келіп қалған. Бізді жастарды бастап отырды. Сарқырамаға жеткенше көз тоймайтын табиғатты тамашаладық. 3 сағаттық жолда балаларымды басқа қырынан таныдым. Соңғы оқып білген ақпараттарымызбен бөлістік. Не керек сонымен Сарқырамаға да жеттік. Енді бұл әдемілікті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Келіп сезіну керек. Құдды бір табиғат сөйлеп тұрғандай. Кезінде әкем бізді сүйрелеп бекер табиғатқа шығара бермепті. Осы жолдың бәрін ата-анамыз көрсеткен екен. Енді бұл саяхат біздің балаларымыздың да жадында қалары сөзсіз. Алла бұйыртып өз балаларын осы жолмен жүргізсін деп тіледік. Сіз де отбасыңызбен келіп, ми тынығатын, жан рахаттанатын, тән сергейтін, психологтар айтпақшы, трансформациялық демалысқа келіңіз. Қайнар жайлау сіздерді қуана қарсы алады.